Бүгін азанда мен көріп қалдым да, бір адам жақсы емес комментарий жазған да маған. Кейін ойланып қалдым мен. Не үшін маған бұндай комментарий жазады? Жазудан мақсат не? Бұл арқылы ол адам неге ерсе шақ? Деп өзіме өзім сұрақ бердім. Бұл адамды танымасам, білмесем менен не қалайды өзі? Деп өзіме өзім сұрақ бердім. Кейін жауап келді. Конечно, жазады. Сені көре алмағаннан кейін жазады. Сен өніп өсіп жатырсаң, соны көре алмаған үшін, сендегі бақытты көре алмаған үшін жазады. Неге ақша? Көре алмаған үшін жазды. Себебі бақытсыз адам, бақытлы адамды көрген уақытта оның ашуы келеді да, ол соны қандай да бір бұзғыншылық қылып, жақсы емес нәрселер істеуге әрекет етеді. Енді келіп айта алмағаннан кейін комментарий жазады, ол дұрыс па? Яқшы, енді бұл адамды түсіндім. Яқшы, енді бақытлы емес шығар, менің бақытымды өніп өскенімді көре алмай жатқан шығар, мәйлі. Енді сұрақ бердім санама. Яқшы, енді бұл нәрсе болды. Енді не қыламын? Ендігі жағына. Деп өзіме сұрақ бердім санама. Санама мынандай жауап келді. Өмірлік жолдасыңа, келіншегіңе және де мехір бер. Семьяңа және де ітібар бер. Оларды және де қолдап қуатла. Бүгінгі күнге шекем мехір берген болсаң, енді одан да көп мехір, ітібар бер деген жауап келді. Һәм азыр Рая сабақтан шыққаннан кейін оны гүлменен күтіп аламын. Һәм сол жаңағыдай жақсы емес комментарий жазған адамға да шын көңілден миннетдар болдым. Не үшін? Маған түрткі болды ол. Және де семьяңа, және де келіншегіңе көп мехір, ітібар бер. Сенің келіншегің және де бақытлы жасауға, ол және де рауажлануға, және де мехір мұхаббатқа лайық сенің қасында сондай күшлі, сондай дана хаялдың бар екенлігіне, және де күшлі мехір беруің керек екенін маған аңлатты сол адам. Мен сол жақсы емес жазған адамнан миннетдармын. Һәм өзіме сондай мақсат қойдым алдыма. Если кімдір және де жақсы емес жазатын болса, мен және де көплеу мехір, ітібар беруге, келіншегіме одан да көп мехір, ітібар беруім керек екенлігін ескертіп жатырыпты. Бұлар мені және де бақытлы жаса деп түрткі беріп жатырыпты деген аңлауға келдім. Рахмет, барыңызға шүкір сіздердің. Мен және де дұрыс осы күнге шекемем жақсы мехір, ітібар беріп көрдім, бірақ енді одан да күшейтуім керек екенін қазір мен аңладым.